Капкейкті көп кондитерлер пісіргенмен дұрыс жеуді білмейді екен. Капкейктің астынан бөліп, осылай кремнің ортасына салып, істеп жейтін боласыздар. Айтпақшы, мен бүгін бір қамырмен 2 түрлі десерт дайындайтын боламын. Капкейк және мини бента торт красный бархаттан екеуі де. Алдымен құрғақ ингредиенттердің барлығын венчикпен осылай араластырып алатын боласыздар. Сосын бөлме температурасындағы айранның үстіне 1 шай қасық гелевый красительді қосып жақсылап араластырып аламыз. Енді бөлек құрғақ ыдысқа жұмыртқамызды салып, үстінен қант салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін сұйық майды құйып, тағы миксерлеп, жаңағы красителі бар қоспа мен құрғақ ингредиенттердің барлығын 3 бөлікке бөліп, електен өткізіп салатын боламыз. Бірден салып жібермеңіздер. Мінекей 3-ші бөлігінде салдық. Консистенция бізде орташа болады, қатты қою емес, қатты сұйық емес. Енді осындай кондитерский мешокқа біздің қоспамыздың жартысын салып алатын боламыз. Бұл бізге капкейк үшін қажет болады. Енді осындай арнайы кекс пісіретін ыдыстың үстіне капсулаларды салып, үстіне жаңағы капкейкке арналған қамырымызды құйып шығатын боламыз. Айтпақшы, бұл қамыр бізде красный бархат қамыры болып саналады. Яғни осы бір қамырмен красный бархаттан мини бента торт және красный бархаттан капкейкі жасайтын боламыз. Қамырдың қалған бөлігін осындай 4 бұрыш кольцоның астына пергамент төсеп, барлығын салып бір тегіс қылып жайып шығатын боламыз. Мінекей, менде бента тортқа арналған бисквит және мини капкейктерім дайын болды. Енді осыны 180 градуста алдын ала қызып тұрған духовкада пісіріп алатын боламыз. Капкейктердің піскенін білуіміз үшін осындай шпажканы капкейктің ортасына тыққан кезде ешқандай судың ісі болмайтын болады. Жақсылап суытып аламыз. Бөлме температурасында 30 минуттай. Себебі крем жаққан кезде креміміз ыстық крем еріп кетуі мүмкін. Енді крем жасау үшін творожный сырдың үстіне қантты қосып жақсылап миксерлеп аламыз. Мұздай холодильниктен шыққан сливкиді құйып, жақсылап қоюланғанша араластырамыз. Менде осындай насадкамен капкейктердің үстіне осылай әдемілеп безендіріп шықтым. Айтпақшы, осы капкейкті көпшілігі пісіруді білгенмен жеуді білмейді екен. Қалай дұрыс жеу керектігін мен видеоның басында көрсетіп кеттім. Видеоның басынан көріп кетулеріңізге болады. Менде жалпы 12 капкейк шықты. Алғашқы 3 капкейкті қара шоколадпен, одан кейін 3 капкейкті золотистый посыпкалармен, тас моншақтармен, қалған 3 капкейкті жүрек осындай посыпкалармен, капкейкті аппақ шоколадтармен безендіріп шықтым. Жақыннан қараған кезде түрі осындай болады, дәмі өте керемет. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Айтпақшы, қыздар, менің каналымда көптеген тәттілердің тегін мастер-класстары бар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал енді бента торттың қамырына кірісетін боламыз. Мінекей бента тортым менде осылай пісіп шықты. Қалыбынан ақырын жан-жағына осылай пышақпен кесіп шешіп алатын боламыз. Менің диаметрі 12 диаметрде болды. Шамамен осындай кесенің жәрдемімен 2 корж қылып бөліп алдым. Осылай бөліп алғаннан соң 2 коржымды алып, қалғандардың барлығын жақсылап крошка қылып майдалап шықтым. Ал енді мини бента тортты жинайтын боламыз. Красный бархаттың коржын қойып, осылай үстіне кремін жағып шығамыз. Айтпақшы, бұл жерде бізге ешқандай пропитка ештеңе қажет емес, себебі біздің қамырымыз өте влажный, керемет болып шықты. Осылай қалған креммен шешетін барлығын тегісте бір келкі қылып жағып шығамыз. Ал жаңағы артылған корждарды осылай жан-жағына безендіріп шығатын боламыз. Артылған кремді үстіне жағып, енді финишный сәт бетін безендіретін боламыз. Осындай жүрек посыпкалармен және тас моншақтармен бетіне посыпка алып сүйіп шықтым. Мінекей, менің мини бента тортым дайын болды. Бағасын беріп кетіңіздер, 1-ден 10-ға дейін. Қандай баға қояр едіңіз? Айтпақшы, капкейктерімнің түрі осындай болды. Міндетті түрде асығыс кезде, әсіресе қонақ келген кезде осылай бір қамырмен сан түрлі керемет тәтті десерттерді жасап, келген қонақтарыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыздар.
Айтпақшы, піскен капкейкті қалай дұрыс жеу керектігін осылай ең бірінші капсуласынан шешіп алып, мінекей өте жұмсақ шифоновый бисквит пайда болды бізде. Енді астынан екіге бөліп аламыз, сосын кремнің үстіне қойып тістеп жейтін боласыздар. Каналым өте пайдалы, кірсең шалмай қаласын. Міндетті түрде осы капкейкті жасап, отбасыңызға дәмді ас пен қуаныш сыйлаңыз.